Байақан Рахмет. және Кедей ханның өмірі. Байақан әрдайым білім көзін ізденісінде отырады, көп білім алады. Ал Кедей хан тым білім алғысы келмейді, тек тоқтап отырғанды жақсы көреді. Байақан спортпен шұғылданғанды жақсы көреді. Бос уақытында кітап көп оқиды. Өзін әрдайым дамыту жолында жүреді. Кедей хан әлі ток-токта отыр. Байақан дұрыс тамақтанады. Оның мәзірінде тек пайдалы тағамдар және сусындар. Ал Кедей хан болса, пайдасыз, зиян тамақтар мен